Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз еліміздің жер бедері қандай? Мақсатымыз еліміздің жер бедерінің ерекшелігімен танысу. Оқушылар, алдыңғы сабақтарда жер бедерінің қандай болатынын оқып таныстыңыздар. Олай болса, естеріңізге түсіріп көріңіздерші. Қандай жер бедерлері бар еді? Еліміздің жер бедері алуан түрлі болады. Таулы, жазықты, қыратты, ойпатты. Оқушылар, жауаптарыңыз дұрыс па екен? Жарайсыңдар. Жер бедерінің физикалық картадағы түстері. Еліміздің шығысы мен оңтүстігі таулы, ал солтүстігі мен батысы жазықты болып келеді. Жазық жерлер жасыл түсті, төбелі жазықтар сарғыш жасыл түсті, ал таулар қоңыр түсті болып боялады картада. Биік таулардың басында қысы-жазы қар мен мұз жататынын білеміз. Және таулардан сарқырап өзендер ағып жатады, ал етегінде ормандар өседі. Оқушылар, бірінші суретке көңіл бөлейік. Бұл суретте хан тәңірі бейнеленген. Хан тәңірі шыңының ең биік нүктесі 6995 метр биіктік екен. Жедел жауап. Жер бетінде қандай таулар мен жазықтар бар? Таулар қалай жіктеледі? Жазықтардың қандай түрлері бар? Оқушылар, жауаптарыңызды дәптерге жаза қойыңыздар. Оқушылар, енді жауаптарымызды тексеріп көрейік. Таулар Гималай, Тянь-Шань, тағы басқа. Жазықтарға Батыс Сібір, Тұран ойпаты, Каспий маңы ойпаты жатады екен. Ал таулар биік, орташа, аласа болып келеді екен. Ал жазықтар тегіс, төбелі болып келеді екен. Оқушылар, жауаптарыңыз сәйкес келді ме? Жарайсыздар. Шарын шатқалы. Қазақстандағы ең әсем жер. Шатқалдың ұзындығы 154 километр жерді алып жатыр. Шатқалдың ортасында Шарын өзені ағып жатыр. Шарын шатқалы Алматы қаласынан 195 километр жерде орналасқан. Шарын шатқалының биіктігі 150 метр мен 300 метрге жетеді. Үйге тапсырма. Оқулықтан 54-55 бетті түсініп оқимыз. Жер бедері ерекше үстірт аймағы туралы ойларыңызды дәптерлеріңізге жазыңыздар. Үстірт аймағы қай облыста екенін білесіздер балалар, солай ма? Үстірт аймағы осы Маңғыстау облысында. Оқушылар, сабақ ұнады ма? Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.